Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен бүгін Бибайша. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін 5 минутта дайын болатын шоколадный печенье, супер печеньенің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Барлық керекті заттарымызды осылай алып аламыз. 3 жұмыртқамызды салып, бинчиктің көмегімен жақсылап отырып араластырып алатын боламыз. Массамыз ағарғанға дейін араластырып алатын боламыз. Осы арада кішкене тұз салып жіберетін боламыз. Тұзымызды жақсылап ерігенше және араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз 2-3 есеге ұлғаю керек. Сол кезде печеньеміз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Шекерімізді салып, оны да жақсылап отырып, шекері ерігенше, қанты ерігенше араластырып алатын боламыз. Біздің толық қантымыз ерігеннен кейін үстінен үй температурасында тұрған сарымайымызды салып алатын боламыз. Оны да 1-2 рет араластырып жіберіңіздер. Одан кейін үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, оны да осылайынан көп қылып өткізіп аласыздар. Осылайынан өткізіп алып, қамыр илейтін боламыз. Менде мына жерде разрыхитель есімнен шығып кетті. Оның арасында разрыхитель қосып жіберіңіздер. Осылайынан үстінен ұнымызды салып, қамырымызды елеп алатын боламыз. Описаниеда жазылған мөлшер бойынша қоссаңыздар, печеньелеріңіз идеальный болып шығады. Ал осылайынан қамырымыздың басы біріккенше осылай қолымызбен араластырып отырып, елеп алатын боламыз. Бізде қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташа қамырымыз шығатын болады. Мінекей біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Осылайынан барлығын жеңіл-жеңіл басып, қамырымызды илейтін боламыз. Салофан пакет алып, осыны 15 минутқа холодильникке жіберетін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Холодильниктен шыққан қамырымызды алып, дөңгелек тәріздес қылып, шариктер жасайтын боламыз. Осылайынан барлығын осылай жасап аламыз. Бірдей көлемде таразыға өлшеп істесеңіздер де болады. Көз мөлшерімен істедім мен. Барлығын осылайынан әдемілеп шариктер істеп алатын боламыз. Ішіне шоколад салып жүрсеңіздер болады. Қамырдың ішіне тестаға мен салмадым. Бетіне қойып шығатын боламыз әсемдігі үшін. Осылайынан барлығын дөңгелек істеп алып, осының алдында пештеріңізді қыздырып алыңыздар. Печкаларыңызды қызып тұрған печкаға салсаңыздар, өте әдемі болып піседі. Мінекей барлығын профилімізге орналатып, үстінен шоколадты басып қойып шығыңыздар. Біздің печеньелеріміз ұлғайып өскен кезде шығып кетуі мүмкін. Енді 160 градус қызып тұрған печкамыздың ішіне 160 градус температурада 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Печкаларыңыз жақсы болса, одан да тез пісіп қалуы мүмкін. Қарайлай тұрасыздар. Мінекей біздің сұлулығымыз шықты. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Өте дәмді. Бізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.